Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видео әдеттегідей түс жору жайлы. Бүгінгі тақырып күн жайлы болмақ. Жалпы күн бізге жарық пен жылу сыйлайтын үлкен жұлдыз. Ал енді осы күнді түсімізде көрсек қалай жоримыз? Соған тоқталайық. Ғалымдардың айтуынша, түсіңіздегі күн жақсы жаңалықтың, мақсатыңыздың орындалғандығын, сондай-ақ жаңа өмірге қадам басқаныңызды білдіреді деген. Егер сіз түсіңізде күннің астында тұрғаныңызды көрсеңіз, сіздің өте бақытты адам екендігіңіздің белгісі және денсаулығыңыздың өте жақсы екендігін білдіреді. Егер түсіңізде көрген күннің түсі қызыл болса, сіздің өміріңізде жақында бір жанжал болғандығын білдіреді. Ал егер сіз аспанда екі күн тұрған көрсеңіз, өміріңізде ерекше таңғажайып оқиғаның болғандығын білдіреді. Егер түсіңізде күн қатты жарқырап тұрса, мансабыңыз бен атағыңыз көтерілетіндігінің белгісі. Сондай-ақ түсіңіздегі күн жаңа өмірдің басталғанын білдіреді. Егер түсіңізде қара күнді көрсеңіз, жаманшылыққа жорымаңыз. Ол түс сіз үшін бір жақсылықтың келетіндігінің белгісі болуы мүмкін. Егер түсіңізде судан шығып бара жатқан күнді көрсеңіз, сіздің өміріңіздің ұзақ болатындығын білдіреді. Егер түсіңізде бұлттардың арасында тұрған күнді көрсеңіз, табысыңыздың көбейетіндігінің белгісі, сондай-ақ басқа бір адамдардың сізге көмектесетіндігін білдіреді. Ал егер түсіңізде күн мен айды көрсеңіз, сізді болашақта кейбір қиыншылықтар күтіп тұрғанын білдіреді. Түсіңізде атып келе жатқан күнді көрсеңіз, сіздің отбасыңыз бен жұмысыңызда жағдайыңыздың жақсы болатындығының белгісі. Егер түсіңізде суға түсіп тұрған күннің сәулесін көрсеңіз, сенімсіз адаммен жолығатындығыңыздың белгісі. Егер түсіңізде күн сәулесінен қорғайтын көзілдірік киіп тұрсаңыз, болашаққа қойған арман мақсаттарыңызға сүрінбей жететіндігіңізді білдіреді. Түсіңізде жағажайда күн көрсеңіз, бір шешім қабылдағанда асығыстық танытпауыңыз керек екендігінің белгісі. Түсіңізде денеңізге күн сәулесін тиіп тұрғанын көрсеңіз, сіз өте мықты адамның қорғауында екендігіңізді білдіреді. Ал егер түсіңізде күн тұтылғанын көрсеңіз, өміріңізде кейбір келеңсіз жағдайлар орын алатындығын білдіреді. Егер түсіңізде ешбір себепсіз қара күн көрсеңіз, онда сіздің жақсы мен жаманды ажырата алмай жүргендігіңіздің белгісі. Егер түсіңізде күннің шығыстан емес батыстан шыққанын көрсеңіз, сапарда жүрген адамыңыздың аман-есен үйге оралатындығын білдіреді. Түсіңізде күн сәулесі қатты жарқырап тұрса, сіздің пайдалы білім алып жүргендігіңізді білдіреді. Егер түсіңізде күннің үйіңізге түсіп тұрғанын көрсеңіз, көп ақша табатындығыңыздың белгісі. Түсіңізде күннің жерге құлағанын көрсеңіз, сіздің басыңыздан қиыншылықтар өтіп жатқандығын білдіреді. Егер түсіңізде ай мен күнді көрсеңіз, ата-анаңыздың сізге разы болғандығының белгісі. Олар егер дүниеден өткен болса, оларға дұға жасап қойыңыз. Имам Наблусидің түс жоруы бойынша, егер төбеңізден күн шыққанын көрсеңіз, сіздің өміріңізде ерекше оқиғаның болатындығын білдіреді деген. Сондай-ақ, сіз түсіңізде үйіңіздің ішінде жарқырап тұрған күнді көрсеңіз, атақ абыройға ие болатындығыңыздың белгісі. Түсіңізде күннің батыстан шыққанын көрсеңіз, жасырын нәрселердің ашылатындығының білдіреді. Егер түсіңізде күн болып кеткеніңізді көрсеңіз, немесе күннің астында отырғаныңызды көрсеңіз, билікке ие болатындығыңыздың белгісі. Түсіңізде бірнеше күнді көрсеңіз, сіздің адал жұмыс істеп, адал ақша тауып жатқандығыңызды білдіреді. Сондай-ақ, түсіңізде жаңбыр жауып тұрған кезде күнді көрсеңіз, сіздің жомарт адам екеніңізді білдіреді. Егер түсіңізде күннің сізден алыста тұрғанын көрсеңіз, ешқандай уайымға салынбаңыз. Бұл түстің мағынасы
сіздің Алладан қорқатыныңызды және тура жолда жүргеніңізді білдіреді. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де біздің видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар және де подписаться бөлін басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.